Инженерлік желілердің жоғарғы тозығы және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының секторын тиімсіз басқару мемлекетті осы салаға деген көзқарасын қайта қарауға мәжбүр етті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба және негізгі бағыттардың бірі. Сумен жабдықтау және су бұру мекемелерінің жұмыс жүргізу әдістерін өзгерту әзірленді. Басты міндет су арналарының өзін-өзі қамтамасыз етуін және инфрақұрылымдық жобаларды бюджет қаражатынсыз тарифтік смета есебінен жүзеге асырылуы үшін олардың инвестициялық тартымдылығын арттыру. Осындай тиімді кәсіпорындардың, былай айтқанда, микроэкономика дейді ғой, микроэкономикасын қарап, қалай басқаратын, қалай жүргізіп жатқанын. Өйткені көп бізде кәсіпорындарда, яғни коммуналдық кәсіпорындарда экономика жағынан тиімді емес, нашар, қаржы жағы жетіспей жатады, сондай нелері көп, сондықтан да осындай жағынан қалай бұлар істеді, осы кәсіпорындар соны қарастырып, осындай тәжірибені басқа жобаларға талап қою арқылы жүргіземіз. Сонымен қатар операциялық басқаруларды түзету қажет. Өйткені дұрыс жолға қойылмаған менеджмент жағдайында модернизация ештеңеге келмейді. Жалпы өңірлік ерекшеліктерді ескере отырып, үлгілі менеджмент бойынша шешімдер әзірленуге тиіс. Жалпы алғанда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыруға 5 жыл қажет болады. Шамамен 7 триллион теңге жұмсалады. Бірақ бұл қаражат қайтарымды болуы тиіс. Даму банкінің төрайымдары солардың бәрі келіп, біздің су саласындағы жұмысымызда, одан кейін әзірге көп тұрған жеріміз пайдаланған сулар тазалау қондырғылардың жұмыстарымен етене танысып, үлкен жұмыс бар екенін көріп, тірлік жасалып жатқанын көріп, соны өздері қарап кетті. Келешекте осы біздің Шымкенттегі тәжірибені бүкіл республикаға, барлық облыстың орталықтарына ендіру мәселесі қаралып жатыр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық дамыту жөніндегі Қазақстандық орталық акционер қоғамының басқармасының төрағасы Нұрлан Солтанбеков Шымкент кәсіпорнының жоғарғы тиімділігін атап өтті. Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі барлық көрсеткіштер бойынша басқа шаруашылықты жүргізу субъектілері үшін үлгілі бола алады. Бұл тәжірибе сумен жабдықтау және су бұру саласындағы басқа кәсіпорындарға пайдалы болады.